Бүгінгі әңгімеміз 12 ғасырдағы әлемдегі ең ірі шайқастың бірі Қатуан даласындағы шайқас туралы болмақ. Бұл шайқас 1141 жылдың 9 қыркүйегінде өтеді. Екі патшалық, екі күш арасында болады. Бірінші күш сонау шығыстан келген Илюдаши Гурхан басқарған Қарақытайлар, екінші жағынан таяу шығыстағы барлық мұсылман елдерінің басын біріктірген Ахмат Санжар сұлтан, Селжүк сұлтаны. Бұл қалай болған? Қарақытайлар біз білеміз, қиыр шығыста өздерінің империялар талқандалғаннан кейін Шөржендерден, содан бері қарай көшеді Жетісуға қарай. Жетісуға қарай көшеді, Орта Азияның жеріне кіреді. Орта Азияның жеріне кіріп Баласағұн қаласын алады, қарахандықтардың астанасын. Содан шығыс қарахандықтар Қарақытайларға тәуелділікке түседі, ал батыс қарахандықтар астанасы Самарқан қаласы. Олар Селжүк империясының сұлтаны Ахмат Санжардан көмек сұрайды. Ахмат Санжар Қарақытай кәпірлерінен азат ету үшін Орта Азияға 100 мыңдық әскер жинап аттандырады. Бұл әскерлер өте таңдаулы әскерлер, мұсылман әлемінің барлық әр түкпірінен және ең мықты жауынгерлерден жиналған болатын. Және асау мықты керемет арғымақтары бар, жеңіл сауыттары бар, өткір семсерлер бар, семсерлер қылыштары бар, өткір қылыштары бар, ұзын найзалары бар, сондай садақшылары бар, тәртіпке бағынған мықты әскер болатын. Олар Самарқанд қаласының жанына келгенде алдарынан Қарақытайлардың Гурханы Илюдаши 30 мың әскер алып шыққан туралы естиді. Содан екі жақ әскер Самарқанд пен Ходжет қаласының арасында Диргам деген өзен бар, Зирапшан өзенінің бір саласы, соның бойында Қатуан даласында кездеседі. Санжар сұлтанның әскері 100 мың, Илюдашының әскері 30 мың. Бірақ та енді мына шайқастардың өзі зерттегенде оның 5 өлшем шарты болады, өлшемі болады. 5 белгісі деп айтайық енді, 5 белгісі болады. Немеге қарау керек екі жақтан. Бірінші, әскердің санына қарайды. Енді кез келген әскери маман әскердің санын анықтайды. Екіншісі, әскердің рухын анықтайды. Үшіншісі, әскери қару-жарақты анықтайды. Төртінші белгі қолбасшылардың қабілеттілігін анықтайды. Және бесінші белгі әскери тілді анықтайды. Артқа сүйеніп тұрған күшті. Енді осы немен санасақ, белгілерді алып барсақ, әскердің саны жағынан енді Селжүктер армиясы Санжардікі көп, 3 еседен артық көп. Ал әскердің рухы жағынан келгенде екеуі де мықты болды, бірақ та енді әскердің рухы мына дала көшпелілерде әрдайым жоғары болды, керемет. Үшінші, қару-жарақ түрлері жағынан. Екі жақта мықты болды қару-жарақ жағынан, бірақ та көшпелілерде екі нәрсе артық болды Қарақытайларда. Мына мұсылман әскеріне қарағанда, біріншісі, өте алыс қататын садақтар болды көшпелілерде. Олардың садақтары көшпелілерді атқанда адырнаға салады да жебені, садақты тартады. Сол жақ қолмен тартады садақты. Одан кейін құлаштап тартып жібереді. Сонда 400 метрге дейін ұстады жебені. Ал мұсылман немесе христиан сол кездегі әскерлері тартқанда, олар сол қолмен садақты ұстап тұрады да, оң қолмен адырнаны тартады. Сонда бұлардың жіберген оқтары 200 метрге дейін ұшады, ең алысы. Ал Қарақытайлардікі, басқа көшпелілер, монғолдардікі, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың жіберген жебелері 400 метрге дейін ұшатын. Сол өте садақтары мықты болды. Одан кейін екіншіден ауыр қаруланған аттарды сауытпен қапталған атты әскері болды. Ауыр қару-жарақты атты әскері. Сол 30 мың әскердің ішінде 5 мың ауыр қаруланған атты әскері болды. Олардың аттарына да сауыт жабылған, үстеріне де сауыт жабылған. Теріден сауыт тігіледі, соның үстіне темірлер жапсырылды. Темірлер.
Сондай 5000 атты әскер болды қидандарда, Қытайларда. 5000 жаяу әскер болды, ұзын найзамен қаруланған, саппен тұрып шабуылдайтын. Және қалғаны садақшылар, жеңіл атты әскерлер болды. Санжар Сұлтан енді командирлері қолбасшыларын алайық. Екі жақта тәрбиеші, тәжірибелі болды, екі жақтың да қолбасшылары. Бірақ та енді екеуінің тактикасы да екі түрлі болды, соғыс тактикасы. Мына ұлы даланың тактикасын қолданған қарақытайлар, олар ең бірінші жебені жіберіп жауын әлсіретіп алатын. Өйткені жебелер алыстан атады ғой. Сонымен жауын әлсіретіп алады да, одан барып шабуылдайтын. Ал Селжүк империясының әскерлері ең бірінші садақ жебелермен жететін жерден атады да, одан атты әскермен шабуылдайтын, екі бүйірден, қос бүйірден шабуылдайтын атты әскермен. Сол аттың жүйрікті атты әскер жауды екіге бөліп тастайтын, сондай тактикасы болатын. Санжар Сұлтан жеңіске деген сенімділігі өте зор болды да, ол тіпті өзінің әйелдерін де алып шықты, кәнизектерімен қоса бүкіл гаремін. Соның ішінде бас ханымы бар, Теркен хатын деген, өзінің ханзадаларын да алып келді. Одан уәзірлерін де алып келді, барлық қолбасшылары жанында түгел, женеміз деген сенімде болды енді. Енді 100 мың әскер. Ал екеуі екі жақтан үшке бөлді. Енді селжүктердің арғы түбі де көшпелілер ғой, оғыздар. Үшке бөлді, ортаңғы әскер, сол жақ қанат, оң жақ қанат. Қарақытайлар да солай үшке бөлді, ортаңғы әскер, сол жақ қанат, оң жақ қанат. Ортаңғы қолдарды екеуі басқарды, біреуі Сұлтан, біреуі Гурхан. Одан соғыс басталғанда қарақытайлар ең бірінші болып шабуылға шығады. Оны селжүктер ойлайды, қарақытайлар шошып қалады, біз бастаймыз соғысты. Жоқ, селжүктер жиналып сапқа тұрып, енді дайындалып бергенде қарақытайлардың шабуылы басталады. Ең бірінші садақшылар кетеді соғысқа. Садақшылар кетті, алыстан жебені атып атып, селжүктердің алдыңғы шептерін түгел ойран топын шығарады. Көп адамдар жараланып, өліп, сөйтіп қалғанда, одан бір уақытта ортаңғы қолға арттан ауыр қаруланған 5000 әлгі рыцарьлар секілді қалың сауытты әскерге, атты әскерге соғады. Содан ортаңғы қол ысыра бастайды. Сол жақ қолы қарақытайлардың селжүктердің оң жақ қолын атқылап сиретіп алады да, одан бір жаяу әскерлер шабуыл бастайды да, оларды өзеннің бір саласына, Дергам өзенінің саласына тықсырып кіргізеді, шегіндіреді. Селжүк сұлтаны Санжардың тек сол жақ қанаты ғана арпалысып қайрат көрсетеді, шегінбей. Сол кезде бір уақытта енді аналар бір жағын қапсырап қоршай бастайды, селжүктерді, қарақытайлар. Ана Санжар Сұлтан сол жақ қанатына шауып барады. Сол жақ қанатында, сөйткен ар жағында гаремі бәрі, уәзірлері бәрі сол жақта болатын. Сөйтіп қоршауда қалу қаупі төнгенде, оның бір әмірі, Систанның әмірі Фадыл деген, Ибн Фадыл. Сол бір жауынгердің қарапайым сауытын алады да, Санжар Сұлтанға кигізеді, өзі Сұлтан, сен қаша бер мына жауынгерлермен деп. 600 кісідей жауынгер берді, мына жақ жолды бұзып өтіңіз, қашыңыз, мен жауды ұстай тұрам деп өзі қалады. Санжар Сұлтан жаудың аз жинақталған жерін бұзып өтеді, қашып құтылады шайқастан. Ана Ибн Фадыл бәрі қолға түсіп қалады, гарем түгелдей бәрі. Сонымен толықтай қандалады. 30 мыңнан аса жауынгер түркілерде, селжүктерде шейіт болады. Қарақытайлардан өлгенде 5000 айналасында. Енді тарихшылар солай өзі мөлшерлеп айтып отыр. Өйткені садақпен жусатып салды, жаңа атты әскермен тықсырып жіберді. Және бірінші рет шабуылдады, бірінші бастап шабуылдады. Тура маңдайдан соқты. Тиді. Одан бері қарай қарақытайлар шабуылын тоқтатпай Бұхар мен Самарқандты алады. Содан бері мұсылман әлемі енді қайтадан жорық жасаса не істейміз қарақытайлар деп отырғанда, Елудаша кейін бұрылады. Ары қарай бармайды жорыққа. Содан кейін сол Самарқандтан бұлай шыға беріп шығысқа қарай бұрылады да, сол жерде 90 күндей өз әскерін демалдырады. 90 күннен кейін алым алып, салық төлеп, үйге алып, алтын күмістер жинап, Сұлтан Санжардан кісілер келеді. Елудаша жарайды, бәрін босатады. Сұлтанның әйелін де, Теркен ханымды да, уәзірлерін де бәрін түгел босатып жібереді. Осылай өте ірі, керемет алапатсыз шайқас аяқталады. Бұл шайқастың соны салдары өте зор болады. Христиан әлемінде аңыз туады, шу туады, айғай шу, қуанышты. Шығыстан пресвититель Иоанн деген
қасиетті патша, христиан патшасы шығыпты. Сол мұсылмандардың ең күшті патшасы Санжар сұлтанды шайқаста жеңіпті. Енді бізге көмекке келеді. Біз Палестина қасиетті Құдай табыты жатқан жерді түгел азат етеміз, мұсылмандарды қуып шығамыз деп олар дақпырт жасайды. Рим папасы бар, бәрі бар батыста. Мұсылмандарда бір аңыз болады. Ойбай, олар енді бұрылып кетті, кейін келмейтін болды, жақсы болды деп қуанады, қарақытайлар кейін кетіп қалғанына. Бірақ та аңыз туады мұсылман елдерінің арасында. Заман ақыры болғанда Қарақытай қайтадан қаптайды деп. Сол кезде адамдардың түгел бәрін жояды деп. Сондай аңыз қалады, қорқынышты. Содан әлгі біздердің айтып жүретіндеріміз, сол қазақтарда көп айтылады әсіресе, заман ақыр болғанда Қарақытай қаптайды деп. Сол Қарақытайларымыз бұрын кезде өз ерлігімен сол шайқаста жеңіп, бүкіл дүниені дүрліктірген бұрынғы көшпелі Қарақытайлар. Осындай зор шайқастың арқасында селжүктер түгел Орта Азияны тастап шығады. Хорезм бар, Бұхар, Самарқанд барлығы түгел Қарақытайлардың қолында қалып қалады.